Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бүгін кезекті сабақта пайдалануға болатын жасанды интеллект түрімен танысамыз. Жасанды интеллект JEDA-AI деп аталынады. Жасанды интеллектке сілтеме әдеттегідей видеоның астында бекітілген комментарийда беріледі. Сол сілтемемен өткен кезде сізде осындай бет ашылады. Өзіміздің Google аккаунтымызбен тіркелеміз. Тіркелген кезде осындай бет ашылады. Мұнда сол жақ бөлігінде сіздің бұрын жасаған сабақтарыңыз сақталып тұрады. Осы сабақтардың кез келгенін жаңағы ашып, содан кейін пайдалануға болады. Бұл сабақты жасап болғаннан кейін жүктеп алуға болады. Осыны мына жерде жүктеу деген батырманы басамыз. Енді біз жаңа сабақ жасап көреміз. Сол үшін жаңа сабақ дегенді басамыз. Сол кезде осындай жұмыс үстелі ашылады. Біздің негізгі жұмыс орнымыз төменде берілген. Осы жерде өзіміздің қажетті сабағымызды жазамыз. Мысалы, Кенесары бастаған көтеріліс деген тақырыпты мысалы мен алсам, осы тақырып бойынша әртүрлі ең бірінші мысалы тақырыпқа талдау жасау дегенді таңдап аламын. Міне маған талдау жасап берді. Онда көтерілістің себептері, басталу себептері, көтерілістің басталуы, көтерілістің негізгі оқиғалары, көтерілістің нәтижелері мен маңызы деген міне осындай кезеңдерге бөліп беріп отыр. Енді осыны бірден жаңағыдай жүктеп алуымызға болады. Әрқайсысын жеке-жеке немесе барлығын бірге бірақ жүктеуге болады. Келесі бөлікке өтеміз. Осы бір тақырып бойынша жасай береміз, өзімізге қажетті тақырып бойынша, немесе басқа тақырыпты таңдаймыз. Міне енді осы көтеріліс бойынша сізге осындай тапсырмаларды беріп отыр. Міне көріп отырғаныңыздай, мынау осындай түрлі көрнекіліктер жасап алуға болады сабаққа. Мынандай кітапша түрінде берілуде де болады. Бұнда сұрақтар, жауаптар берілген, мынандай тест түрінде де беріледі. Және сурет жасап алуға болады. Суретті ұзағырақ жүктейді. Әрине суретті бұдан әлдеқайда жақсы жасайтын жасанды интеллект түрлері де бар. Басқа өзге сабақта пайдалануға болатын тегін жұмыс істелінетін жасанды интеллектілерді білгіңіз келсе каналға өтіп, менің каналымда көптеген жасанды интеллектілер бойынша видеолар бар. Көріп тамашалауларыңызға болады. Каналға қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, бірден осы комментарийға жазып кетулеріңізге болады. Генерация жасалынып жатыр. Міне Кенесары бастаған көтеріліс бойынша осындай сурет бізге генерация жасап берді.
Осылайша өздеріңіз қалған бөліктердің барлығын осыдан көріп өздеріңіз қарап шығуларыңызға болады. Өзіңізге керегіңізді, сабағыңызға керек материалдарды одан кейін жүктеп аласыз, қажетінше жүктеп алып, соны пайдаланасыз. Ақпарат қызықты болатын болса, каналға жазылып қолдау көрсетулеріңізді сұраймын.